Қараша айының салқын кеші. Ауылдың шетіндегі қара шаңырақтың ауласы адамға лық толы. Үлкен қазандардың буы аспанға көтеріліп, келіндер бірінен соң бірі табақ тартып жатыр. Ат байлаған жерден бастап, үйдің төріне дейін ағайын туыс, көрші қолаң. Бүгін осы әулеттің тірегі болған Қасым ақсақалдың жылдығасы. Тірісінде ауылдың дауын бір ауыз сөзбен тоқтататын Қасым қарияның атына жиналған жұрттың қарасы қалың. Бірақ дәл осы күні оның өз балаларының арасында үнсіз бір дау бұғып жатқанын ешкім сезбеді. «Әй, бас табақты дайындадыңдар ма?» деді сырттан кірген ауыл ақсақалы. «Дайын аға», деп жауап қатты Айман келін. Ол қолындағы ең үлкен табаққа көз тастады. Бас, жамбас, қазы, қарта, жал жая, қазақтың жөн жоралғысымен түгел тартылған бас табақ. Айман терең дем алды. Кімнің алдына қоямын? Осы сұрақ оның ойын күні бойы мазалап жүрген. Қасым ақсақалдың көзі тірісінде мұндайда ешкім ойланбайтын. Бас табақтың орны белгіледі. Ал енді үлкен ол Серік те отыр. Кенже ол Нұрлан да отыр. Ауылдың қадірлі қариялары да келген. Алдымен ақсақалдарға ма? Әлде де әулеттің үлкені Серік ағаға ма? Ол ойланып тұрған кезде сырттан бір дауыс шықты. «Қонақтар түгел жайғасты!» Айман табақты көтеріп төрге беттеді. Үйдің іші лық толы. Бәрінің назары бір сәтке қолындағы табаққа ауды. Себебі қазақ үшін бас табақ жай ғана ас емес, құрметтің өлшемі. Айман жүрегі дүрсілдеп, табақты апарып төрде отырған ауылдың ең үлкен қариясының алдына қойды. Бісміллә. Қария басын изеді. «Рахмет қарағым». Дәл сол сәтте үйдің екінші шетінен орындықтың аяғы сықыр ете қалды. Серік орнынан баяу тұрды. Ешкім үндемеді. Ол табаққа ұзақ қарап тұрды. Жүзінен ешқандай ашу байқалмайды. Кек мұздай тыныштық. «Серік, отыр балам», деді анасы жай ғана. Серік естімегендей болды. Ол ақырын ғана күліп жіберді. Бірақ ол күлкіде қуаныш жоқ еді. Демек, бәрі рас болған екен. Үй іші тына қалды. Нұрлан орнынан қозғала беріп еді. Серік қолын көтеріп тоқтатты. «Жоқ інім, ештеңе деме». Ол төрдегі әкесінің үлкен суретіне көз тоқтатты. Суреттегі Қасым ақсақал бұрынғыдай қатал да мейірімді жанарымен қарап тұрғандай көрінді. «Әке», деді Серік сыбырлай. Сосын жұрттың бәріне естілердей дауыспен: «Мен осы күнді 10 жыл күттім». Үй іші демін ішіне тартты. «Сендер бүгін мені бас табақ үшін ренжіді деп ойлайсыңдар. Жоқ, мені ренжіткен табақ емес. Мені ренжіткен осы үйде 10 жылдан бері ешкімнің айтуға батпаған шындық». Нұрланның өңі өзгеріп кетті. «Аға, қазір емес». «Жоқ, дәл қазір». Серік есікке қарай бір қадам басты. Табалдырыққа жеткенде тоқтап, артына бұрылмай тұрып: «Егер бүгін сол шындықты айтсам, мына дастарханнан ешкім бұрынғы адам болып тұрмайды». Осы сөзді айтты да есікті тарс жауып шығып кетті. Үй ішін өлі тыныштық басты. Сол тыныштықты бұзған тек анасының дірілдеген дауысы болды. «Жоқ, ол мұны қайдан білді?» Нұрлан селк етіп анасына қарады. «Апа, қандай шындық?» Анасының жүзі қуқу тартып кеткен еді. Ол екі қолымен бетін басып күбірлей берді. «Біз кешігіп қалдық». Есік тарс жабылғаннан кейін үй үшін ауыр үнсіздік басты. Ешкім қасыққа қол созбады. Буы бұрқыраған етте, жаңа ғана құйылған шайда сол күйі қалды. Ауылдың үлкен қариясы жөткірініп алып: «Балалар, болған іске бола астың берекесін қашырмайық. Серіктің де ашуы басылар», деді. Бірақ оның сөзін ешкім біліп әкетпеді. Нұрлан орнынан тұрып сыртқа беттеді. «Қайда барасың?» деді анасы. «Ағаммен сөйлесемін». «Барма». Анасының бұл сөзі бәрін таңғалдырды. «Неге?» Анасы жан-жағына жалтақтап қарады. «Қазір оған ештеңе айтпа». «Апа, не болып жатыр? Ағам қандай шындықты айтып кетті?» Анасы үнсіз қалды. Дәл осы кезде үйдің артқы жағынан Гүлмира кіріп келді. «Апа,
Серік аға көлігіне отырмады, қора жаққа кетіп бара жатыр. Нұрлан сыртқа атып шықты. Қараша желі бет тосып тұр. Қораның ар жағындағы ескі алма ағашының түбінде Серік жалғыз тұр екен. Ол темекі шекпейтін, бірақ бүгін қолындағы темекі әлде қашан сөніп қалған өзі де байқамаған. Аға, Серік бұрылмады. Сен де мені жұбатуға келдің бе? Мен шындықты білгім келеді. Серік ащы жымиды. Шындықты ма? Иә. Егер мен бүгін бәрін айтсам, сен мені кешіре алмайсың. Неге? Өйткені сен өмір бойы өтірікпен өмір сүріп келдім. Нұрлан аңдаң болып қалды. Не айтып тұрсыз? Серік қалтасынан ескі, әбден бүктелген суретті алып шықты. Суреттің шеттері мүжіліп кеткен. Ол суретті Нұрланға ұстатты. Мынаны таныдың ба? Нұрлан суретке қарады. Ескі қарақ фотода әкесі мен анасы тұр. Екеуінің ортасында шамамен 5-6 жастағы кішкентай бала. Бірақ бұл суретте тағы бір сәби бар еді. Нұрланның жүрегі зу ете қалды. Бұл кім? Серік ауыр күрсінді. Мен де көп жыл бойы осы сұраққа жауап іздедім. Аға, ол кім? Мен білмеймін. Қалайша? Өйткені бұл суретті әкем өлерінен 3 күн бұрын ғана қолыма ұстатып, уақыты келгенде бәрін өзін түсінесің деді. Нұрлан суретті қайта-қайта қарай берді. Ол суретте ешқашан көрмеген бала анық тұр. Бұл біздің туысымыз шығар? Серік басын баяу шайқады. Егер туысымыз ғана болса, анам жаңағыдай қорықпас еді. Осы кезде үй жақтан анасының жан дауысы естілді. Серік, жоқ, оған суретті көрсетпе! Екеуі жалт бұрылды. Анасы жүгіріп келе жатыр еді. Жүзінен қан қашқан. Ал оның соңынан ауылдың ең үлкен қариясы асығыс келе жатты. Анасы ентігіп жетіп келді. Серік, тоқта балам. Серік үнсіз ғана анасына қарады. Неге тоқтайын апа? Осы өтірікпен тағы қанша жыл өмір сүреміз? Анасының көзі суретке түсті. Нұрлан суретті әлі қолынан түсірмеген. Балам, берші оны маған. Жоқ апа, деді Нұрлан. Алдымен айтыңызшы, мына суреттегі бала кім? Анасы жауап бере алмады. Ерні дірілдеп, көзінен жас ыршып кетті. Дәл сол сәтте арттарынан ауылдың қадірлі қариясы Ораз ақсақал келді. Ол жағдайды бірден түсінгендей ауыр күрсінді. Әлия келін. Енді жасыратын ештеңе қалмаған шығар. Анасы басын шайқады. Жоқ аға, әлі ерте. Ерте емес келін. Кеш болып барады. Серік ащы күлді. Көрдің бе Нұрлан? Бұл құпияны ауылдың адамдары да біледі екен. Нұрланның жүрегі тарсылдап кетті. Сонда мен ғана білмеймін бе? Ешкім жауап бермеді. Ораз ақсақал қолын созып суретті алды. Ұзақ қарап тұрды. Бұл сурет осыдан 40 жыл бұрын түскен. Ол бала кім? Деді Нұрлан шыдамай. Қария бірден жауап бермеді. Балам, кейбір шындықты есту оңай емес. Қандай болса да айтыңыз. Ораз ақсақал анасына қарады. Әлия үнсіз басын төмен түсірді. Бұл үнсіздік рұқсат сияқты еді. Қария терең дем алды. Сендердің әкелерінің 4 баласы болған. Нұрлан аң-таң болып қалды. 4? Иә. Бірақ біз үшеуміз ғана емес пе? Серік аға, мен, Гүлмира. Қария суреттегі кішкентай балаға саусағын тигізді. 4-шісі осы бала. Нұрланның қолы мұздап кетті. Ол қайда? Анасы көзін жұмып жіберді. Ал Серік баяу ғана. Мен де осы сұрақтың жауабын 10 жыл бойы іздеп жүрмін. Сол сәтте үй жақтан Айман жүгіріп шықты. Серік аға, үйде бір кісі сізді іздеп келді. Кім? Қасым ақсақалдың аманатын әкелдім дейді. Үшеуі бірдей үйге қарай жалт қарады. Қақпа алдында иығына ескі жол сөмкесін асынған ақ сақалды бейтаныс қария үнсіз тұр екен. Ол ешкіммен амандаспады, тек Серікке тіке қарап. Мені сен ғана тануың керек еді. Бірақ тым кешігіппін балам, деді. Қақпа алдында тұрған қарияның үстіндегі қара шапаны әбден тозған. Иығындағы ескі сөмкенің де талай жолды көргені байқалады. Бірақ оның жанары, ол жанар, Қасым ақсақалдың суретіндегі көзқарасқа тым ұқсайтын. Серік орнынан қозғала алмай қалды. Сіз мені танисыз ба?
Қария баяу басын изеді. Сенің бала кезіңді де білемін. Біз бұрын кездескенбіз бе? Жоқ. Онда мені қайдан танисыз? Қария жауап бермеді. Ол үйдің төріндегі Қасым ақсақалдың суретіне ұзақ қарап тұрды. Сосын ақырын ғана: Досым, ақыры аманатымды орындауға келдім, деді. Бұл сөзді естіген анасының екі аяғы дірілдеп кетті. Сіз Әбдіраш ағасыз ба? Қария оның жүзіне қарады. Иә, келін. Үй ішін тағы үнсіздік басты. Нұрлан таңырқап анасына қарады. Апа, бұл кісі кім? Әкелерінің ең жақын досы. Неге біз бұрын көрмедік? Әлия анасы ауыр күрсінді. Өйткені ол кісі осы ауылдан 40 жыл бұрын кеткен. Серік алға бір қадам басты. Менің қолымдағы суретті сіз білесіз бе? Әбдіраш қария үнсіз басын изеді. Білемін. Ондағы бала кім? Қария сөмкесін жерге қойды. Қалтыраған қолымен ішінен ескі ағаш қорап шығарды. Қораптың қақпағында күңгірттеніп кеткен жазу бар екен. Қасымнан аманат. Үйдегілердің бәрі қорапқа қадалып қалды. Мұны маған Қасым осыдан 11 жыл бұрын тапсырған, деді қария. Егер балаларым бір-бірінен безіп кетсе, бұл қорапты ешқашан ашпа. Ал егер қайтадан бір шаңырақтың астына жиналса, өз қолыммен тапсыр деген еді. Серік қорапты қолына алды. Жүрегі атша тулап тұр. Ашайын ба? Қария оның қолынан жай ғана ұстады. Асықпа. Неге? Себебі оның ішіндегі нәрсе сендердің өмірлеріңді өзгертеді. Нұрлан шыдамай кетті. Ата, біз онсызда не болып жатқанын түсінбей отырмыз. Айтыңызшы, суреттегі бала кім? Әбдіраш қария көзіне жас алды. Мен оның кім екенін білемін. Үй үшін тағы да үнсіздік басты. Бірақ оны мен емес. Ол сөзін аяқтамай басын Қасым ақсақалдың суретіне бұрды. Оны ең алдымен аналарын айтуы керек. Бөлмедегілердің бәрінің назары Әлия анаға ауды. Әлия ана орындықтың шетіне отырып қалды. Екі қолы қалтырап барады. Ол өмірінде бірінші рет балаларының көзінен қашпады. Керісінше, бәріне кезек-кезек қарап шықты. Сосын көзінен аққан жасты сүртіп: Енді жасыратын ештеңе қалмады. Ол бала даусы үзіліп кетті. Сендердің туған бауырларың еді. Әлия ананың осы бір ауыз сөзі үй ішіндегі тыныштықты тас-талқан етті. Нұрланның қолындағы сурет жерге түсіп кетті. Не дедіңіз? Гүлмира көз жасын сүртуді де ұмытты. Ал Серік болса, анасының дәл осы сөзді айтатынын күткендей үнсіз тұрды. Демек, мен қателеспеппін. Әлия ана баяу басын изеді. Иә, балам. Сонда біз неге оны білмедік? Анасы терең күрсінді. Өйткені сендер тым кішкентай едіңдер. Әбдіраш қария үнсіз ғана төрдегі орындыққа отырды. Бұл әңгімені ол да алғаш естіп отырған жоқ. Бірақ әр жолы тыңдағанда жүрегі қайта ауыратындай. Әлия ана сөзін жалғады. Оның аты Арман еді. Бұл есім үй ішіне алғаш рет айтылып тұр. Бір сәтке бәрі үнсіз қалды. Арман сендерден бұрын туған жоқ, кейін де туған жоқ. Нұрлан түсінбей қалды. Сонда қалай? Ол Серіктен кейін Нұрланнан бұрын дүниеге келген. Серік баяу көзін жұмды. Мен есімде жоқ. Есімде болмайды, балам. Сен 4 жаста ғана едің. Әлия ананың даусы барған сайын бәсеңдей түсті. Арман 2 жасқа толғанда қатты ауырып қалды. Біз аудандық ауруханаға апардық. Дәрігерлер қолдан келгеннің бәрін жасады. Бірақ ол сөзін аяқтай алмай қалды. Көзінен жас парлап кетті. Гүлмира жүгіріп барып анасын құшақтады. Апа, болмаса айтпаңыз. Жоқ, қызым. Бүгін бәрін айтуым керек. Әлия ана көз жасын сүртіп жалғастырды. Арман 3 күннен кейін шетінеп кетті. Үй ішінен ауыр күрсін естілді. Нұрлан 2 қолмен бетін басты. Сонда біздің бір бауырымыз болған. Иә, ал неге оның суреттері жоқ? Неге есім аталмады? Бұл жолы анасы емес, Әбдіраш қария жауап берді. Себебі ол кезде Қасым өзін кінәлі санады. Бәрі жалт қарады. Неге? Қария ауыр күрсінді. Арман ауырған күні Қасым ауылда емес, алыс жайлауда болатын. Ол жеткенше бәрі кешеді. Содан кейін ол өмір бойы баламның соңғы сәтінде жанында болмадым.
деп өзін кешіре алмады. Серік үнсіз тыңдап отыр. Бірақ мұның біздің бүгінгі араздығымызға қандай қатысы бар, деді ол ақыры. Әбдіраш қария бірден жауап бермеді. Ол ескі ағаш қораққа көз тастады. Қатысы бар, балам. Қандай? Өте үлкен қатысы бар. Қария орнынан баяу тұрып, қорапты Серіктің алдына қойды. Қасым маған бұл қорапты тапсырғанда, балаларым, бір күні осы қораптың ішін ашса, мені не үшін үнсіз кеткенімді түсінеді деген еді. Серік қораптың қақпағына қолын қойды. Бұл жолы ешкім оны тоқтатпады. Қақпақ баяу ашылды. Ішінде ескі балалар ойыншығы, кішкентай тоқыма тақия және мөрленген бір хат жатыр екен. Конверттің сыртында жалғыз ғана сөйлем жазылған. Бұл хатты Арманның өліміне өзімді кінәлаған тұңғышым Серікке оқытыңдар. Сертіктің жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Маған? Ол таңырқап әкесінің суретіне қарады. Әке, мен ол кезде 4-ақ жаста едім ғой. Үй ішін қайтадан үнсіздік басты. Өйткені енді бәрінің көкейінде бір ғана сұрақ тұрды. Қасым ақсақал неге 4 жастағы Серікті Арманның өліміне өзін кінәлайды деп жазып кеткен? Серіктің қолы дірілдеп тұрды. Конвертті ашуға батылы жетпей, біраз үнсіз отырды. Бөлмедегі ешкімнің дем алғаны да естілмейтін. Ақыры ол мөрді ақырын бұзып, сарғайған қағазды шығарды. Қағаздың алғашқы жолын оқығанда-ақ көзіне жас үйірілді. Балам, Серік, егер бұл хатты оқып отырсаң, мен өмірде ең қатты қорыққан күнім келіпті. Серік жұтынып қойды. Сен кішкентай кезіңнен бері өзіңді Арманның өліміне кінәлап жүргеніңді мен білдім. Бірақ оны саған айтуға батылым жетпеді. Жоқ, деп сыбырлады Серік. Нұрлан ағасына таңырқай қарады. Аға, бұл не деген сөз? Серік жауап бере алмады. Ол хатты әрі қарай оқыды. Арман ауырған күні сен оны далаға алып шықтың. Ол күні жаңбыр жауған. Сол кештен кейін сен, інім менің кесірімнен ауырды деп, өзіңді кінәлай бастадың. Сен небәрі 4 жаста едің. Серіктің көз алдынан ұмыт болған бір көрініс өте шықты. Лай кешкен аулы, кішкентай Арманның сыңғырлаған күлкісі, өзінің қолынан ұстап жүгіріп бара жатқаны, сосын анасының жан даусы. Ол екі қолмен басын қысып қалды. Мен есіме түсіп жатыр. Әлия ана еңіреп жылап жіберді. Жоқ, балам, сенің еш кінәң жоқ еді. Серік анасына жалт қарады. Бірақ мен сол күннен кейін неге әр түні шошып ояндым? Анасы үнсіз қалды. Бұл сұраққа Әбдіраш қария жауап берді. Өйткені сен бала едің. Ал бала жүрегі өзіне қатысы жоқ қайғыны да өз мойнына артып алады. Серік тағы да хатқа үмілді. Арман суықтан емес, жүрегіндегі туа біткен дерттен көз жұмды. Мұны дәрігерлер кейін айтты, бірақ сен ол сөзді естіген жоқсың. Мен де саған айтып үлгермедім. Бөлмеде отырғандардың бәрі үнсіз жылады. 40 жыл бойы бір адамның жүрегінде көтеріп жүрген жүк бір сәтте жеңілдегендей болды. Серік әкесінің суретіне қарап, сонда мен өмір бойы босқа өзімді жеп келдім бе? Әлия ана ұлының жанына келіп, бетімен сипады. Иә, балам. Неге маған айтпадыңыздар? Анасының даусы әрең шықты. Әкең айтты. Талай рет айтты. Бірақ сен әр жолы Арман туралы айтпаңызшы деп бөлмеден шығып кететінсің. Серік үнсіз қалды. Ол рас еді. Өзі ұмыттым деп ойлаған қайғыдан өмір бойы қашып жүргенін енді ғана түсінді. Дәл сол кезде Әбдіраш қария ағаш қораптың түбіне қайта үңілді. Тоқтаңдар, бәрі оған қарады. Мұнда тағы бір нәрсе бар екен. Қораптың қос қабатының астынан кішкентай ғана конверт шықты. Оның сыртында небәрі 4 сөз жазылыпты. Нұрлан ашсын, жалғыз өзі. Нұрланның жүрегі зу ете қалды. Маған? Әбдіраш қария үнсіз басын изеді. Иә, балам. Бұл хатта сенің өміріңе қатысты шындық жазылған. Нұрлан конвертті қолына алды. Жүрегі атша тулап тұр. Конверттің сыртындағы әкесінің жазуын қайта-қайта сипалап шықты. Нұрлан ашсын, жалғыз өзі. Ол ағасына қарады. Аға? Серік үнсіз басын изеді. Аш.
Әкемнің аманаты болса, орында. Нұрлан хатты алып, үйдің артындағы ескі қора жаққа беттеді. Бұл қораның жанында әкесі екеуі талай рет әңгімелесетін. Бала кезінде қыста малға шөп салып жүріп, әкесі оған: «Ер азаматтың ең ауыр жүгі айтылмаған сөз» дейтін. Сол сөз бүгін еріксіз есіне түсті. Нұрлан конвертті ақырын ашты. Ішінен бір бет қағаз шықты. «Балам, Нұрлан, егер бұл хатты оқып отырсаң, демек мен өзім айта алмай кеткен сөзді қағазға тапсырған екенмін». Нұрлан терең дем алды. «Өмір бойы сені жақсы көрмедім деп ойлап қалма. Бірақ мен бір үлкен қателік жібердім. Сол қателігім сенің ағаңның жүрегіне жара салды». Нұрланның көзі жасаурай бастады. «Сен институтқа түскен күні елдің алдында: «Енді шаңырақтың тірегі Нұрлан» дедім. Ол сөзді айтқанда Серіктің жүзін байқамаппын». Нұрлан үнсіз басын төмен түсірді. Дәл сол күн көз алдына келді. Ауыл адамдарының қуанып құттықтағаны, әкесінің торынсекнан қаққаны, ал Серіктің үндемей сыртқа шығып кеткені. Сол кезде ол ағасының шаршаған шығар деп ойлаған. Енді ғана бәрін түсінді. Хат әрі қарай жалғасыпты. «Мен ол сөзді сені жоғары қою үшін айтқан жоқпын. Серікке сүйеу болсын дедім. Бірақ жұрт оны басқаша қабылдады. Ең қиыны, Серіктің өзі де солай түсінді». Нұрланның көзінен жас тамып кетті. «Әке, егер мен кеткеннен кейін осы хатты оқысаң, үнім деп емес, әкеңдей көрген ағаңның қолынан ұста. Ол саған өкпелесе де, өмір бойы сен үшін еңбек етті». Нұрлан хатты кеудесіне қысты. Осы сәтте қораның есігі сықырлап ашылды. Серік үнсіз кіріп келді. «Болды ма?» Нұрлан ештеңе демеді. Тек хатты ағасына созды. Серік оқымады. «Бұл саған арналған хат қой?» «Жоқ, аға». Нұрланның даусы дірілдеп шықты. «Бұл хат маған емес, екеумізге арналған екен». Ол ағасына жақындап келді. «Аға, әкемнің ең үлкен қателігі бізді бөліп жіберген сөз болса, біздің ең үлкен жеңісіміз сол сөздің арасына қайта көпір салу шығар». Серік үндемеді. Біраздан кейін ғана інісін құшақтады. Екеуі де ештеңе айтқан жоқ. Өйткені кейде үнсіз құшақтасу мұң сөзден де артық болатын. Дәл сол сәтте сырттан Әбдіраш қарияның даусы естілді. «Балалар, мұнда келіңдер!» Екеуі асығып үйге кірді. Қария ағаш қораптың ең түбінен сарғайған бір дәптер тауып алыпты. Дәптердің мұқабасында бір ғана сөйлем жазылған еді. «Менің өмір бойы ешкімге айтпаған сырларым». Үй ішін тағы да үнсіздік басты. Әбдіраш қарияның қолындағы сарғайған дәптерге бәрінің көзі қадалды. Дәптердің мұқабасында әкесінің анық жазуы тұр: «Менің өмір бойы ешкімге айтпаған сырларым». Серік дәптерді қолына алды. Қолының дірілін жасыра алмады. «Аш, балам», деді Әбдіраш қария. «Қорқып тұрмын». Кейбір шындықтан қашқан сайын ол ауырлай береді. Серік бірінші бетті ақырын ашты. Бетінің жоғарғы жағына Қасым ақсақалдың қолымен жазылған күн қойылыпты. 1996 жыл. Бүгін арманды жерледік. Бөлмедегілердің бәрі үнсіз қалды. Серік дауыстап оқи бастады. «Бүгін мен баламды қара жерге тапсырдым. Бірақ бір баламнан айырылсам, екінші баламды да жоғалтып алам ба деп қорқып отырмын». Серік оқуды тоқтатты. «Мені айтып отыр». Әбдіраш қария жай ғана басын изеді. Серік сөзін жалғастырды. «Арман кеткеннен бері Серік өзгеріп кетті. Бұрын асыр салып ойнайтын балам енді үндемейді. Түнде шошып оянады. Інім қайда деп жылайды. Өзінің кінәсі жоқ екенін қанша айтқым келсе де айта алмадым». Әлия ана бетін орамалмен жауып жылап отыр. Ал Нұрлан алғаш рет ағасының неге кейде себепсіз тұйықталып кететінін түсінгендей болды. Серік келесі бетті аударды. «Бүгін ауылдың бір қариясы мағаған: «Тоңғышымды жұмыспен аландат, қайғыны ұмытады» деді. Мен соған сеніп қалдым. Қолыма ертіп, малдың соңына ерте бастадым. Бірақ оның балалық шағын өз қолыммен ұрлап жатқанымды кеш түсіндім». Серіктің ерні дірілдеп кетті. «Сондықтан мені
үнемі жаныңыздан тастамадыңыз ба? Әлия ана басын изеді. Әкең сені қорғадым деп ойлады, бірақ сен оны жаза сияқты қабылдадың. Серік ауыр күрсінді. Мен өмір бойы әкем мені жақсы көрмейді деп жүрдім. Әбдіраш қария ақырын ғана сөз қосты. Жоқ балам, Қасым дәл сені қатты жақсы көрді, бірақ соны көрсете алмады. Серік дәптердің келесі бетін ашты. Бұл жолы жазу қысқа ғана екен. Егер мен осы дүниеден кетіп, балаларым мына күнделікті оқып отырса, бір ғана өтінішім бар. Соңғы бетіне жеткенше ешкім ешқандай қорытынды жасамасын. Бөлмедегілер бір-біріне қарады. Неге? Деді Гүлмира. Әбдіраш қария дәптерді жайлап жапты. Өйткені бұл күнделік бір күнде жазылмаған. Онда неше жыл жазылған? 11 жыл. Серік таңырқап қалды. Сонда әкем өмірінің соңына дейін жазып жүрген бе? Иә. Қария терезеге қарап ауыр күрсінді. Бірақ ең маңыздысы алғашқы бетте емес. Қай бетте? Соңғы бетте. Неге? Әбдіраш қарияның жүзі күрт мұңайып кетті. Себебі соңғы бетті Қасым өз қолымен емес. Аз кем үнсіздіктен кейін ол сөзін аяқтады. Ауруханадағы медбикеге айтқызып жаздырған. Ол кезде сөйлей алмайтын халде еді. Үй ішіндегі адамдардың жүрегі шым ете қалды. Енді бәрінің ойында бір ғана сұрақ тұрды. Өмірінің соңғы сәтінде Қасым ақсақал балаларына не айтқысы келді? Әбдіраш қария дәптерді ақырын ғана үстелдің үстіне қойды. Соңғы бетті бүгін оқымаймыз деді. Неге? Деп Серік таңырқай қарады. Өйткені соңғы сөзді түсіну үшін оның алдындағы өмірді түсіну керек. Қария күнделіктің ортасынан бір бетті ашты. Бетінің жоғарғы жағына аурухана, соңғы апта деп жазылыпты. Серік оқи бастады. Бүгін дәрігерлер өмірімнің санаулы күндері қалғанын айтты. Балаларымды шақырғым келеді, бірақ олардың көзінен қорқамын. Серік жұтынып қойды. Серік келді. Есіктен кірген бетте, әке, уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады деді. Дауысының дірілдеп тұрғанын сездім. Мен оның қолынан ұстап тұрып, көп нәрсе айтқым келді, бірақ сөзім шықпады. Әлия ана көз жасын тия алмады. Сол күні сен 3 сағат қасында отырдың балам. Серік үнсіз басын изеді. Мен оның ұйықтап жатқанын ойлап едім. Жоқ. Анасының даусы әрең шықты. Әкең бәрін естіп жатты. Серік дәптерге қайта үңілді. Балам, сен менің қолымды жібермедің. Бірақ мен сенің жүрегіңдегі ауырлықты сездім. Мен саған кінәлі емессің дегім келді. Дауысым шықпады. Серіктің көзінен жас сорғалап кетті. Ол дәл сол күнде есіне түсірді. Әкесінің мұздап бара жатқан алақаны. Аппақ аурухана бөлмесі. Монитордың баяу шыққан дыбысы. Өзі үнсіз отырған 3 сағат. Әке, деді ол күбірлеп. Сіз сөйлегіңіз келген екен ғой. Мырлан ағасының иығына қолын қойды. Аға, мен өмір бойы әкем маған ештеңе айтпады деп ойладым. Дауысы дірілдеп шықты. Ал ол айта алмай кеткен екен. Бөлмеде отырғандардың бәрі үнсіз жылап отырды. Осы кезде Гүлмира дәптердің келесі бетіне көзі түсіп кетті. Аға, не болды? Мұнда да сіздің атыңыз тағы жазылыпты. Серік қағазға үңілді. Беттің соңғы жағында бір ғана сөйлем бар екен. Егер мен оянбай кетсем, Серік мені кешірер ме екен? Серік өзін ұстай алмады. Ол күнделікті кеудесіне қысып, балаша еңіреп жіберді. Бұл оның әкесін жерлеген күні де шықпаған көз жасы еді. Серіктің жылағанын ешкім тоқтатпады. Кейде адамның көз жасы әлсіздіктің емес, жылдар бойы көтерген ауыр жүктің сыртқа шығуы. Үй ішін үнсіздік басты. Тек қабырғадағы сағаттың тықылы ғана естіліп тұр. Бір кезде Әбдіраш қария орнынан тұрды. Ол Қасым ақсақалдың суретінің алдына барып, ұзақ қарап тұрды. Сенің бір арманың бар еді, Қасым. Бүгін соны орындайтын күн келген сияқты. Қандай арман? Деп сұрады Нұрлан. Қария жауап бермеді. Ол сөмкесінен кішкентай диктофон алып шықты. Ескі кассеталы диктофон. Шеттері әбден өжіліп кеткен. Серік таңырқап қарады. Бұл не? Әкеңнің дауысы. Бөлмеде отырғандардың бәрі селк ете қалды.
Не дейсіз? Ауруханаға түсерінен 2 күн бұрын маған өзі келді. Әбдіраш, менің балаларыма айта алмай қалатын сөзім бар. Соны жазып алайық деді. Серік орнынан атып тұрды. Сонда әкемнің дауысы бар ма? Бар. Әлия ана көз жасын сүртіп. Мен бұл туралы білмеппін. Қария кассетаны диктофонға салды. Бірақ осы уақытқа дейін тыңдатпадым. Неге? Өйткені Қасым, балаларым бір-біріне өкпелеп жүрсе, бұл үнді еш қашан қоспа. Олар татуласқан күні ғана тыңдат деген еді. Үй ішін тағы үнсіздік басты. Қария плей батырмасын басты. Алғашында таспаның сықыры ғана естілді. Сосын әлсіз, бірақ анық дауыс шықты. Әлия, жазылып жатыр ма? Анасы орнынан тұрып кетті. Қасым. Оның көзінен жас парлап ақты. Таспадағы дауыс тағы сөйледі. Егер балаларым осыны тыңдап отырса, демек мен арамызда жоқпын. Серік 2 қолмен бетін басты. Бұл әкесінің соңғы рет естіген дауыс еді. Таспада аз ғана үнсіздік орнады. Сосын Қасым ақсақал баяу ғана: Серік, балам. Серік басын көтерді. Дауыс тікелей өзіне сөйлеп тұрғандай сезілді. Сен өмір бойы менен бір ауыз сөз күттің. Мен оны тірі күнімде айта алмадым. Үйдегі ешкім қозғалған жоқ. Таспада Қасым ақсақал керең күрсінді. Балам, мен сені мақтан тұттым. Бірақ осы сәтте таспа қарлығып барып тоқтап қалды. Диктофон үнсіз қалды. Болды ма? Деді Нұрлан. Әбдіраш қарияның жүзі өзгеріп кетті. Ол диктофонды бірнеше рет басып көрді. Бірақ таспа әрі қарай жүрмеді. Бұл қалай? Қария ауыр күрсінді. Соңғы 10 жылда алғаш рет қосып тұрмын. Серік диктофонды қолына алды. Әкемнің қалған сөзі қайда? Қария үнсіз қалды. Біраздан кейін ғана жай дауыспен: Кассетаның 2-ші жағы бар. Онда неге қоспайсыз? Әбдіраш қария Серіктің көзіне тіке қарап: Өйткені оны тыңдамас бұрын сендердің бәрім бір сұраққа жауап берулерің керек. Қандай сұрақ? Қария терең дем алды. Егер дәл қазір Қасым тіріліп келсе, әрқайсым оған не айтар едіңдер? Үйдің іші үнсіз. Әбдіраш қарияның қойған сұрағы әркімнің жүрегіне жеткендей. Егер дәл қазір Қасасын тіріліп келсе, оған не айтар едіңдер? Ешкім жауап бермеді. Сырттан соққан жел ғана терезені сәл сықырлатып тұр. Бірінші болып үнсіздікті Гүлмира бұзды. Ол әкесінің суретінің алдына барып тоқтады. Әке, деді жай ғана. Даусы дірілдеп шықты. Мен сізге ешқашан жақсы көремін деп айтпаппын. Көзінен жас сырғып кетті. Қыз бала әкесіне ондай сөз айтпайды деп ойлайтынмын. Бірақ қазір бір рет болса да айтқым келеді. Ол суреттің жақтауына ақырын сипады. Мен сізді қатты жақсы көрдім, әке. Әлия ана бетін басып жылады. Сосын Нұрлан орнынан тұрды. Ол өмірінде алғаш рет өзін кінәлі сезініп тұр еді. Әке, ол сөзін қайдан бастарын білмеді. Мен өмір бойы Серік ағаға сүйеніп өмір сүріппін. Ал оның иығындағы жіптің қаншалықты ауыр болғанын байқамаппын. Ол ағасына бұрылды. Аға, кешіріңіз. Серік үнсіз ғана басын изеді. Нұрлан қайтадан әкесінің суретіне қарады. Әке, егер бір күнге болса да қайта келсеңіз, мен сізден ештеңе сұрамас едім. Тек, дауыс үзіліп қалды. Тек бір рет құшақтар едім. Үй ішін тағы үнсіздік басты. Енді бәрінің назары Серікке ауды. Ол орнынан тұрған жоқ. Әлі күнге дейін қолында ескі диктофон. Ұзақ уақыт үнсіз отырды. Сосын баяу ғана сөйледі. Мен сізге ренжідім, әке. Бұл сөзді естіген Әлия ана селк етіп қарады. Өте қатты ренжідім. Серік көзін әкесінің суретінен алмады. Бірақ бүгін түсіндім. Сіз маған жаман әке болмаған екенсіз. Сіз, ол терең дем алды. Сіз маған өз әкеңізден көрмеген мейірімді бергіңіз келді. Бірақ оны қалай көрсету керегін білмедіңіз. Әбдіраш қария басын көтеріп қарады. Бұл сөзді бұрын ешкім білмейтін. Мұны қайдан білдің, балам? Күнделіктен. Серік бір бетті ашып көрсетті.
Онда Қасым ақсақалдың мынандай жазуы бар екен: әкем маған ешқашан балам деп айтқан емес. Мен де сол қатені қайталап бара жатқанымды кеш түсіндім. Әлия ана көзін жұмып жіберді. Иә, бұл рас еді. Серік көз жасын сүртті. Әке, мен сізді кешірдім. Бөлмеде отырғандардың бәрі үнсіз қалды. Әбдіраш қария ақырын ғана диктофонды қайта қолына алды. Енді болады. Не болады? Деді Нұрлан. Қасымның екінші жазбасын тыңдауға болады. Ол кассетаны шығарып, екінші жағына аударды. Плей батырмасын басты. Тағы да таспаның сықыры естілді. Бәрі демін ішіне тартып отыр. Бірнеше секундтан кейін Қасым ақсақалдың әлсіз даусы қайта жаңғырды. Егер осы жерге дейін тыңдап отырсаңдар, демек сендер бір-бірлеріңді кешірген екенсіңдер. Үйдегілердің бәрі бір-біріне қарады. Таспада тағы бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сосын Қасым ақсақалдың соңғы сөзі естілді. Енді менің сендерден жалғыз ғана өтінішім бар. Дәл сол сәтте таспаның үні бәсеңдеп, сөздің соңы анық естілмей қалды. Әбдіраш қария диктофонды тоқтатты. Жоқ, мүмкін емес. Не болды? Деді Серік орнынан тұрып. Қария диктофонды ашып қарады. Ішіндегі ескі кассета жарылып кетіпті. Қасым ақсақалдың ең соңғы өтініші аяқталмай қалған еді. Диктофондағы үн өшті. Бөлмеде ешкім сөйлеген жоқ. Әбдіраш қария кассетаның сынған таспасын алақанына жайып қойды. 40 жылға жуық сақталған таспа еді. Бүгін ғана үзіліп отыр. Серік үнсіз еңкейіп таспаны қолына алды. Ол сынған жеріне ұзақ қарап тұрды. Әкемнің соңғы сөзі де аяқталмай қалды. Даусында өкініштен гөрі мұң басым еді. Нұрлан ағасының иығына қолын қойды. Аға, мүмкін бұл жай кездейсоқтық шығар. Әбдіраш қария басын баяу шайқады. Жоқ балам. Онда не? Кейбір сөзді адам естімейді, сезеді. Үйдегілер үнсіз қалды. Қария күнделікті қолыма алып, соңғы беттерін ақтара бастады. Қасым өмір бойы бір әдетінен танған емес. Қандай әдет? Деп сұрады Гүлмира. Айтқысы келген ойын алдымен істейтін, сосын ғана сөйлейтін. Нұрлан түсінбей қарады. Яғни, егер ол бірдеңені аманат етсе, оның жауабы қағазда емес, өмірінде болады. Серік ойланып қалды. Сонда әкемнің соңғы өтінішін оның өмірінен іздеуіміз керек пе? Дәл солай. Осы кезде Әлия ана орнынан баяу тұрды. Мен бір нәрсені есіме түсірдім. Бәрі жалт қарады. Әкелерің ауруханаға түсерден бір апта бұрын бәрімізді осы үйге жинаған. Иә, деді Серік, есімде. Сол күні ол сендерге байқатпай аулаға шығып кеткен. Әбдіраш қария бірден елең етті. Жалғыз өзі ме? Жоқ. Онда кіммен? Ауылдың ұстасы Ермекпен. Серік таңырқап қалды. Ұста Ермек ағамен? Иә. Олар не істеді? Әлия ана біраз ойланды. Білмеймін. Бірақ кешке қарай екеуі қора жақтан шықты. Әкелерінің жүзі сондай жарық болып тұр еді. Нұрлан ойланып кетті. Ермек аға әлі ауылда тұрады ғой? Иә. Онда барып сұрайық. Әбдіраш қария үндемей отырды. Серік оның жүзіне қарады. Ата, сіз бірдеңе білесіз бе? Қария ауыр күрсінді. Білемін. Онда неге үндемейсіз? Себебі оны Қасымның өзі айтуы керек еді. Бірақ ол кісі жоқ қой. Сондықтан бүгінге дейін үндемедім. Серік орнына жақындап келді. Ата, өтінемін. Қария біраз үнсіз отырды. Сосын жай ғана. Ермекке барыңдар. Неге? Қасымның соңғы аманаты қағазда емес. Ол терезеден аулаға қарап тұрып сөзін аяқтады. Қара шаңырақтың дәл ортасында тұр. Серік пен Нұрлан бір-біріне таңырқай қарады. Олар осы үйде туған, осы үйде өскен. Бірақ қара шаңырақтың дәл ортасында әкелерінің қандай аманаты тұрғанын ешқайсысы білмейтін еді. Ертеңіне таң ата Серік пен Нұрлан ауылдың шетіндегі ұстаханаға келді. Есіктің алды баяғы қалпы, темірдің иісі, көріктің күйілі. Босағада отырған ақ сақалды Ермек ұста оларды алыстан ақ таныды. Келіңдер балалар. Келетіндеріңді біліп отырдым. Серік таңырқап қалды. Бізді күттіңіз бе?
Жоқ, Ермек күлімсіреді. Сендердің келетін күндеріңді Қасым осыдан 10 жыл бұрын айтып кеткен. Екеуі бір-біріне қарап қалды. Не деді? Балаларым бір күні өздері келеді. Сол кезде ғана көрсет, деді. Ермек орнынан баяу тұрды. Жүрімдер. Ұстахананың артындағы шағын сарайға кірді. Бұрышта ақ матамен жабылған ұзынша бір зат тұр екен. Ермек матаны жайлап алып тастады. Астынан қарағайдан жасалған ұзын ағаш үстелі шықты. Өте әдемі. Бірде-бір шегесіз құрастырылған. Жылтырланған ағаштың бетіне ою ойылыпты. Серік үстелдің шетіне қолын тигізді. Мынау сендердің әкелерінің соңғы еңбегі, деді Ермек. Әкем бе? Иә, бірақ ол кісі ағаш ұстасы емес еді ғой. Болмаған. Сонда неге жасады? Ермек үстелдің шетіне отырып, ауыр күрсінді. Ауруханаға жатардан бір апта бұрын күнде осында келді. Ермек, маған ең мықты ағаштан үлкен дастархан жасап беруді үйрет, деді. Мен не үшін деп сұрадым. Ол күліп, балаларым бір дастарханның басында отырса болды, деді. Нұрлан үнсіз қалды. Ермек сөзін жалғастырды. Үстелдің әр тақтайын өз қолымен жонып шықты. Қолы қажалып, қанап кеткенше жұмыс істеді. Мен, Қасеке, дайын үстел сатып ала салайық, дедім. Ол басын шайқады. Жоқ, балаларым күнде менің қолым тиген дастарханға отырсын, деді. Серік ағаштың бетімен сипап өтті. Кенет оның саусағы ойылып, жазылған бір сөйлемге тоқтады. Шағын ғана әріптер, көзге бірден түсе қоймайды. Ол еңкейіп оқыды. Бұл дастарханда ешқашан өкпемен отырған адам болмасын. Серік ернін тістеп қалды. Әке, Ермек тағы бір құпияны ашты. Бұл ғана емес. Ол үстелдің астын нұсқады. Аударып қарандар. Екеуі үстелді абайлап көтерді. Астыңғы бетіне күйдіріп жазылған тағы бір сөйлем бар екен. Бұл жолы әріптер анық әрі үлкен. Нұрлан дауыстап оқыды. Егер бір күні осы дастархан басында балаларым қайтадан күліп отырса, менің өмірім зая өтпегені. Осы сөзді оқығанда Серік өзін ұстай алмады. Ол үстелді құшақтап тұрып жылады. Ермек көз жасын білдірмей сыртқа шығып кетті. Біраз уақыттан кейін ғана қайта кірді. Қолында тағы бір зат бар екен. Ескі, кішкентай ағаш қасық. Мұнаны да Қасым қалдырып кеткен. Бұл не? Деді Серік. Балаларым түсінген күні ғана бер деген. Қасықтың сабына өте ұсақ әріппен бір адамның аты ойылып жазылыпты. Серік көзін сығырайтып оқыды. Жүрегі дүрсілдеп кетті. Арман. Ермек баяу ғана басын изеді. Иә, бұл қасық Арманға арналып жасалған еді. Бірақ ол оны бірде-бір рет ұстап үлгермеді. Серік ағаш қасықты алақанына салып ұзақ отырды. Кішкентай ғана қасық. Бірақ оған қарап тұрып, бүкіл балалық шағы көз алдынан өтті. Әке, сіз ештеңені ұмытпаған екенсіз. Ермек ұста үнсіз ғана иығына қолын қойды. Қасымның ең ауыр қайғысы Арманнан айырылған емес еді, балам. Серік басын көтерді. Онда не? Сол қайғыдан кейін сендердің бір-бірлерінен алыстап кетулерін. Нұрлан ауыр күрсінді. Біз оны кеш түсіндік. Кеш болса да түсіндіңдер. Ең жаманы, адам өмір бойы түсінбей өтуі. Үшеуі үнсіз қара шаңыраққа қарай жүрді. Үйге кіргенде Әлия ана дастарханды жинап жатыр екен. Серік қолындағы ағаш қасықты анасына көрсетті. Әлия ананың көзі жасаурап кетті. Осыны әлі сақтапты ма? Апа, сіз көрдіңіз бе мұны? Иә, бұл Арманға арналған екен. Анасы баяу басын изеді. Арман алғаш етті. Өзі қасықпен жесін деп әкелерің арнайы жасатқан. Бірақ даусы үзіліп қалды. Тағдыр оған мүмкіндік бермеді. Үй ішін тағы үнсіздік басты. Бір кезде Серік төрдегі жаңа әкелінген үлкен ағаш дастарханға қарады. Сәлден соң, осы дастарханды бүгін ақ қырайық, деді. Қазір ме? Деп таңғалды Нұрлан. Иә, неге асығып тұрсыз? Өйткені әкем өмір бойы күткен күнді енді кейінге қалдырғым келмейді. Екеуі үстелді бөлменің дәл ортасына әкеліп қойды. Ермек ұста аяғын бекітіп болған соң үнсіз шетке шықты. Міне, енді бұл сендердің дастархандарың. Әлия ана үйдің төрінен ақ дастархан алып келді. Бұл дастарханды
Қасым ақсақал көзі тірісінде тек үлкен мерекелерде ғана жаятын. Анасы оны жаңа үстелдің үстіне жайып жатып, осы күнді қанша күттік. Қасым екеуміз қанша күттік. Серік төрдегі әкесінің суретін алып, жаңа дастархан көрінетін жерге қойды. Әке, бәрімізді көріп отырсын. Нұрлан ештеңе демеді. Кек ас үйге кіріп, үлкен табақты алып шықты. Сол табақ бәріне себеп болған бас табақ. Ол табақты үстелдің дәл ортасына қойды. Аға, иә, есіңізде ме? Бәрі осы табақтан басталып еді. Серік жымиып басын изеді. Жоқ інім, қалай? Бәрі осы табақтан емес. Ол әкесінің суретіне бір қарап алды. Бәрі біздің үнсіздігімізден басталған. Дәл сол сәтте сырттан балалардың шат күлкісі естілді. Әли бастаған немерелер жүгіріп кірді. Ата, біз де бірге отырамыз ба? Серік күлімсіреп қолын созды. Әрине, қарақтарым. Бұл дастархан сендердікі де. Балалар орындарына жайғасып жатқанда, Әлия ана терезеге қарап үнсіз жылады. Бұл жолы ол қайғыдан емес, жүрегіне жылдардан кейін тыныштық орнағандықтан жылап отыр еді. Дастархан жайылды. Ақ дастарханның үстіне бауырсақ, құрт, қымыз қойылды. Көп ұзамай Әлия ана үлкен табаққа ет салып әкелді. Бірақ бұл жолы ешкім бас табақ кімге беріледі деп сұрамады. Серік табақты ақырын ғана дастарханның дәл ортасына қойды. Осы жері дұрыс, деді. Нұрлан үнсіз басын изеді. Балалар мәз болып күліп отыр. Немерелердің бірі: Ата, еттен бастаймыз ба? Деп сұрады. Серік күліп: Жоқ, алдымен бата жасаймыз. Бәрі қол жайды. Әлия ана дұға оқып болған соң бет сипады. Бірақ ешкім етке қол созбады. Өйткені бәрінің назары дастарханның бір шетіне ауып кеткен еді. Онда бір орын бос тұр. Үстінде тәрелке бар, қасық бар, кеседе қойылған, бірақ ешкім отырмаған. Нұрлан анасына қарады. Апа, бұл орын кімдікі? Әлия ана көз жасын жасыра алмады. Бұл, дауысы дірілдеп шықты. Бұл Арманның орны. Балалар аң-таң болып қалды. Әли жай ғана сұрады. Ол кісі қайда? Серік немересін құшағына алды. Ол бізбен бірге емес, қарағым. Бірақ біз оны ұмытпауымыз керек. Әли бос орынға ұзақ қарап отырды. Сосын орнынан тұрып, тәрелкесіндегі бір бауырсақты алып, бос тәрелкеге қойды. Бұл оған. Үлкендер бір-біріне қарады. Ешкім балаға мұны үйреткен жоқ. Бірақ оның осы әрекеті бәрінің жүрегін елжіретті. Әлия ана еңіреп жылап жіберді. Қарашы, Қасым, балаларымыз ұмытпапты. Серік орнынан баяу тұрды. Қолына ағаш қасықты алды. Ол Арманға арнап жасалған кішкентай қасық еді. Серік оны бос тәрелкенің жанына қойды. Інім, сен бұл дастарханға еш қашан отырып үлгермедің. Бірақ бүгін сен біздің арамыздасың. Үй іші үнсіз қалды. Осы кезде Әбдіраш қария орнынан тұрды. Балалар, мен Қасымның тағы бір сөзін енді ғана есіме түсірдім. Серік жалт қарады. Қандай сөз? Қария ақырын жымиып: Ол маған бір күні, егер менің балаларым бір күні Арманға бос орын қалдырса, демек олар бір-бірінің жүрегінен де орын тапқан екен, деген еді. Сол сөзден кейін ешкім көз жасын тыя алмады. Ал сыртта күн батып бара жатты. Қара шаңырақтың мұржасынан шыққан түтін баяу көкке көтеріліп, алыстан қараған жанға бұл үйдің қайтадан өз берекесін тапқанын айтып тұрғандай еді. Кеш бата қонақтар тарай бастады. Қара шаңырақтың ауласы баяу ғана тына бастады. Бірақ үйдің ішінде Серік, Нұрлан, Гүлмира, Әлия ана, Әбдіраш қария және Ермек ұста қалып қойды. Ешкімнің қайтқысы жоқ еді. Бұл үйдің қабырғаларының өзі талай жылдан кейін жеңіл тыныс алғандай көрінетін. Серік сыртқа шығып, табалдырыққа отырды. Аулаға көз тастады. Әкесі отыратын ескі орындық сол қалпы тұр. Тозғанымен сынбаған, дәл әкесі сияқты. Нұрлан үнсіз келіп жанына отырды. Екеуі біраз уақыт үнсіз отырды. Сосын Нұрлан: Аға, иә, бүгін бір нәрсені түсіндім. Нені? Әкеміз бізге үй қалдырмаған екен. Серік күлімсіреді. Иә, ол бізге
бір-бірімізді қалдырып кетіпті. Екеуі де үнсіз жымиды. Сол кезде үйден Әлия ана шықты. Қолында әкесінің күнделігі. Балаларым. Иә, апа. Мен бүгін бұл күнделікті соңғы рет оқыдым. Соңғы бетіне дейін бе? Иә. Онда не жазылған? Анасы күнделіктің ең соңғы бетін ашты. Мұнда Қасының соңғы аяқталған сөйлемі ғана бар. Серік жақындап келді. Әлия ана оқи бастады. Егер мен кеткен соң, балаларым бір-біріне өкпелемей, жылына бір рет болса да, бір дастарқанның басында шын көңілмен күле алса, менің өмірімнің мәні сол болады. Бәрі үнсіз тыңдап тұр. Әлия ана күнделікті жапты. Балаларым, мен сендерден бір өтініш сұраймын. Айтыңыз, апа. Бұдан бұлай, бұл үйге тек ас бергенде, немесе қайғы болғанда ғана жиналмаңдар. Онда қашан? Себепсіз келімдер. Нұрлан күлімсіреп қойды. Себепсіз бе? Иә. Анамды сағындым деп келіңдер. Ағамды көргім келді деп келіңдер. Бауырларымды сағындым деп келіңдер. Адамдар тірісінде кездесуді үйренсін. Бұл сөз бәрінің жүрегіне жетті. Серік орнынан тұрып. Уәде беремін, апа. Әкемнің асы үшін емес, сіздер үшін келемін. Нұрлан да қолын созды. Мен де. Гүлмира ағаларының қолының үстіне өз қолын қойды. Мен де. Әлия ана олардың қолын қос қолымен қапсыра ұстап. Енді қорықпаймын. Неден, апа? Сендердің бір-бірлерінен айырылып қалудан. Сол сәтте аулада отырған Әбдіраш қария олардың әңгімесін естіп күлімсіреп қойды. Қасым, сен күткен күн бүгін келді. Бірақ дәл сол сәтте ауладағы қақпа сықырлап ашылды. Бәрі жалт қарады. Қақпадан ауылдың пошташысы кіріп келе жатыр екен. Қолында ескі, сарғайған бір конверт бар. Кешіріңіздер. Бұл хат бүгін ғана аудандық мұрағаттан табылды. Марқұм Қасым ақсақалдың атына келген екен. Бірақ пошташы конвертке тағы бір рет қарап алды. Бұл хатты жазған адамның аты бәріңізді таңғалдыруы мүмкін. Пошташы қолындағы сарғайған конвертті абайлап үстелдің үстіне қойды. Бұл хат аудандық мұрағаттағы ескі құжаттардың арасынан табылыпты, деді ол. Мекен жайы дұрыс жазылмағандықтан иесіне ешқашан жетпеген екен. Серік конвертті қолына алды. Конверттің сыртында әкесінің аты анық жазылған. Қасым Есенұлына өз қолына тапсырылсын. Ал төменгі бұрышындағы жіберушінің аты бәрін таңғалдырды. Айдос Сәрсенұлы. Айдос? Деді Нұрлан. Бұл кім? Әлия ана бірден таныды. Әкеңнің әскери борышын бірге өтеген досы. О кісі қайда қазір? Білмеймін. Қасым екеуі кейін хабарласа алмай қалған. Серік конвертті ашты. Қағаз сарғайып кеткенімен жазуы анық сақталыпты. Ол дауыстап оқи бастады. Ассалаумағалейкум, Қасым. Сенен кешірім сұрап, осы хатты жазып отырмын. Жылдар бойы бір сөзді айта алмай жүрмін. Серік жалғастырды. Бір күні сен маған, адамның ең үлкен байлығы не деп сұраған едің? Мен мал дедім. Сен күліп, жоқ. Адам қартайғанда айналасына жиналатын балалары ең үлкен байлық деген едің. Әлия ананың жүзінде мұң аралас күлкі пайда болды. Иә, бұл Қасымның сүйітті сөзі еді. Серік оқуды жалғастырды. Егер бұл хат саған жетсе, менен бір өтінішім бар. Балаларының арасына ешқашан өкпе түсірме. Себебі, мен өз бауырыммен 17 жыл сөйлеспей, оны жерлеген күні ғана өкініп қалдым. Үй іші тағы үнсіз қалды. Әбдіраш қария ауыр күрсінді. Сондықтан Қасым араздықты өте жек көретін. Хаттың соңғы жолдары қысқа ғана екен. Егер бір күні балаларым бір дастарқанның басында күліп отырса, мен үшін де дұға қыл. Өйткені мен өз бақытымды сақтай алмадым. Серік қағазды бүктеп қойды. Әкем бұл хатты оқымаған. Бірақ өмір бойы дәл осы сөзбен өмір сүрген екен. Ол орнынан тұрып сыртқа шықты. Күн еңкейіп бара жатқан. Аулада балалар доп қуып жүр. Бір кезде Әли жүгіріп келді. Ата, иә қарағым. Келесі жексенбіде бәріміз тағы жиналамыз ба? Серік күліп жіберді. Неге? Жай ғана. Әжем ғой.
себепсіз келіңдер деген. Серік немересін құшағына қысты. Иә балам, енді біздің әулетке бір-бірімізді көру үшін себептің керегі жоқ. Керезенің алдында тұрған Әлия осы сөзді естіп көз жасын сүртті. Өйткені ол Қасымның аманаты орындала бастағанын дәл сол сәтте анық сезінді. Жексенбі күні қара шаңырақтың қақпасы таңнан ашық тұрды. Бұл жолы ешкімді арнайы шақырған жоқ. Соған қарамастан түске дейін аула адамға толды. Бірі қолына бауырсақ көтеріп келсе, бірі сүт әкелді, бірі ештеңе әкелмеді. Бірақ ешкімнен не әкелдің деп сұрамады. Әлия ана табалдырықта тұрып, келген балаларын қарсы алып тұрды. Ол әрқайсысын құшақтап, маңдайынан сүйді. Келдіңдер ме қарақтарым? Келдік апа. Біреу ауырып қалды ма? Жоқ. Біреу той жасап жатыр ма? Жоқ. Онда неге келдіңдер? Серік, себепсіз келдік. Әлия ананың көзіне жас келді. Осы сөзді қанша жылдан бері күттім. Аулада самауырын қайнап жатты. Балалар доқ қуып жүр. Келіндер дастархан жайып, күлісіп әңгімелесуде. Серік бір шетте тұрып, осының бәріне қарап қалды. Ол Нұрланға бұрылды. Есінде ме? Осы аулада соңғы рет қатты ұрысқанымыз. Нұрлан басын изеді. Ұмытпаймын. Сол кезде осы үйдің де қабырғасы мұңайып қалғандай көрінген еді. Нұрлан, ал бүгін қарашы. Екеуі үнсіз айналасына көз жүгіртті. Бір кезде Әли жүгіріп келді. Ата! Я балам, біз балалар болып ақылдастық. Қандай ақыл? Біз жыл сайын тек үлкендер емес, балалар да осы күні міндетті түрде келеміз. Неге? Әли сәл ойланып алды. Өйткені біз бір-бірімізге бөтен болып кеткіміз келмейді. Серік немересіне ұзақ қарады. Осы сөзді кезінде әкесі айтқысы келген шығар, бірақ уақытында айта алмаған. Ол Әлидің иығына қолын қойды. Осы уәдеңді ешқашан бұзба балам. Бұзбаймын. Тіпті ертең қалаға кетсең де бұзбаймын. Өз балаң болса да, оны да ертіп келемін. Серік, міне, нағыз аманат осы екен. Сол кезде Әбдіраш қария қолындағы кесесін көтерді. Балалар, жұрттың бәрі тыныштала қалды. Мен сендердің әкелеріңмен 50 жылдан астам дос болдым. Оның байығанын да көрдім, қиналғанын да көрдім. Бірақ ең бақытты болған күнін бүгін ғана көріп тұрғандаймын. Жұрт үнсіз тыңдап тұр. Себебі адам өлгеннен кейін емес, тірісінде еккен мейірімі ұрпағының жүрегінен орын алғанда ғана шын бақытты болады. Әлия ана жай ғана «Аумин» деді. Дастархан басында отырғандардың бәрі қол жайды. Сол күні алғаш рет ешкім өткенді айтып жыламады. Ешкім бір-бірінен кешірім сұрамады. Өйткені кешірім әлде қашан берілген еді. Енді бұл шаңырақта өткеннің жарасын емес, болашақтың берекесін әңгіме ететін уақыт келген болатын. Күндердің бірі еді. Көктемнің алғашқы жылы лебі сезіле бастаған. Серік әдетінше қара шаңыраққа ертерек келді. Аулаға кіргенде көзі бірден әкесі өмір бойы отырған ескі ағаш орындыққа түсті. Жаңбыр мен қарға әбден мүжіліпті. Бір аяғы да қисайып қалған. Серік орындықтың қасына барып үнсіз отырды. Сол кезде Әли жүгіріп келді. Ата, не қарап отырсыз? Осы орындыққа қарап отырмын. Несі бар оның? Бұл орындықта сенің арғы атаң күнде кешке отыратын. Әли қызға тыңдап қалды. Не істейтін? Бізді күтетін. Кімді? Балаларын. Әли аңтаң болды. Сонда бәрін күнде келетін бедіңдер? Серік басын төмен салды. Жоқ. Неге? Бұл сұраққа жауап беру қиын еді. Өйткені бәріміздің өз шаруамыз болатын. Артынан келетін біз деп ойлайтынбыз. Әли үнсіз қалды. Бірнеше секундтан кейін. Бірақ кейін үлгермедіңдер ме? Серік басын изеді. Иә, кейбір нәрсеге кешігіп қалдық. Осы кезде Нұрлан да аулаға кірді. Қолында жаңа жонылған ағаш тақтай. Аға! Иә, Ермек аға, мына тақтайды беріп жіберіпті. Не үшін? Қасымның орындығын жөндеңдер деді. Серік тақтайды қолына алып ұзақ қарады. Сосын жымиып, жоқ. Неге? Бұл орындық сынған күйінде тұрсын. Нұрлан таңырқап қалды. Аға, не айтып тұрсыз? Әкемнің орны мінсіз болған жоқ. Біз де мінсіз бала болмадық. Бірақ бәрібір бір-бірімізді жақсы көрдік.
Әли ештеңе түсінбей: онда не істейміз? Серік немересінің қолынан ұстап: қасына тағы бір орындық қоямыз. Кім үшін? Сендер үшін. Сол күні Ермек ұста жаңа орындық жасап әкелді. 2 орындықты қатар қойды. Бірі ескі, бірі жаңа. Әбдіраш қария күлімсіреп: өткен мен бүгін қатар тұрсын дегендерім ғой. Серік басын изеді: иә, балалар өткенді ұмытпасын, бірақ өткеннің қателігін қайталамасын. Кешке қарай Әлия ана сыртқа шықты. 2 орындыққа ұзақ қарап тұрды. Сосын жай ғана: Қасым, қарашы, балаларын енді сенім орнымды бос қалдырмайтын болды. Самал жел баяу есіп өтті. Ескі орындық сәл ғана сықырлады. Серік бір сәтке басын көтеріп қарады. Өзіне әкесі әдеттегідей сол орындықта үнсіз күлімсіреп отырғандай көрінді. Ол ештеңе демеді. Тек жүрегінде бұрын соңды болмаған тыныштық орнағанын сезінді. Жаздың алғашқы күні еді. Қара шаңырақтың ауласы тағы да бала күлкісіне толды. Үлкендер шай үстінде әңгімелесіп отырғанда, балалар өзара бірдеңені сыбырласып жүрді. Әли бәрін ауладағы алма ағашының түбіне жинады. Бәрің келдіңдер ме? Келдік. Ендеше ешкім үлкендерге айтпасын. Жарайды. Оларды алыстан бақылап отырған Серік жымиып қойды. Мына балалар тағы бірдеңе ойлап жүрген сияқты. Нұрлан күліп: біздің бала күнімізге ұқсайды. Біраз уақыттан кейін балалар ескі қора жақтан тақтай, балға, шеге көтеріп шыға бастады. Әлия ана таңырқап: ей балалар, не істеп жүрсіңдер? Әли жүгіріп келді: әже, әзірге айтпаймыз. Неге? Дайын болғанда көрсетеміз. Үлкендер үндемеді. Балалардың ынтасын көріп, тек сырттай бақылап отырды. Күн еңкейе бергенде Әли аталарын шақырды. Ата, келіңіздер, бәрі алма ағашының түбіне жиналды. Балалар қолдан жасаған ағаш тақтайды 2 ағаштың арасына орнатып қойыпты. Тақтайдың бетіне ұқыптап, күйдіріп жазылған сөздер көзге түсті. Серік жақындап барып оқыды: бұл үйге келген адам ренішін сырттаға шалдасын. Оның астына тағы бір жол жазылыпты: бұл үйден ешкім өкпемен шықпасын. Әлия ананың жанары жасаурап кетті. Мұны сендер өздерім ойлап жаздыңдар ма? Әли басын изеді: иә әже, неге дәл осылай жаздыңдар? Әли сәл ойланып алды. Өйткені әкем айтты. Не деді? Бір кезде үлкендер осыны ұмытып қалған екен, біз ұмытпайық деді. Нұрлан үндемей төмен қарады. Бұл сөзді расында бір күні өз ұлына айтқан, бірақ баласының жүрегіне осылай сіңіп қалғанын білмепті. Әбдіраш қария тақтайға ұзақ қарап тұрды. Сосын күлімсіреп: Қасымның аманаты қағазда емес, міне, осында жетіпті. Қайда? Деді Әли. Қария баланың кеудесін нұсқады. Жүректеріңе. Сол кезде Серік баяу орнынан тұрды. Ол балалардың алдына келіп: мен сендерге бір нәрсе уәде беремін. Балалар тыныштала қалды. Сендер осы үйге келген сайын біз уақыт тауып сендерді тыңдаймыз. Неге? Деп сұрады кішкентай Айару. Серік жымиып: өйткені айтылмаған сөз бір күні үлкен өкпеге айналады. Ал біз соған жол бермейміз. Балалар бір-біріне қарап күліп жіберді. Уәде, уәде. Бірінен соң бірі қолдарын ортаға созды. Ең соңында Серік пен Нұрлан да қолдарын олардың үстіне қойды. Сәл кейінірек Әлия анада қолын қосты. Қарапайым ғана көрініс еді, бірақ дәл сол сәтте Қасым ақсақалдың өмір бойы армандаған дүниесі орындалғандай болатын. Бұл шаңырақ енді тек өткенді еске алатын үй емес, келешекке аманат сақтайтын үйге айналған еді. Күздің соңғы айы. Қара шаңырақта тағы да әдеттегідей жексенбілік бас қосу. Бұл жолы ешқандай ас емес, ешқандай мереке де емес, тек сағыныш. Әлия ана самауырының жанында шай құйып отыр. Серік пен Нұрлан аулада отын жарып жүр. Немерелер асыр салып ойнап кеткен. Бір кезде көрші ауылдан келген қария есік алдына тоқтады. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ол дастарханға жайғасып болған соң айналасына таңырқай қарады. Бір нәрсені байқап отырмын. Нені? Деді Нұрлан. Мен бұл үйге осыдан 5-6 жыл бұрында келгенмін. Бәрі үнсіз тыңдады. Ол кезде бұл үйдің іші суық еді, сөз емес. Адамдардың қабағы суық болатын,
Ал бүгін қария күлімсіреді. Үйдің қабырғасына дейін жылып кетіпті. Әлия ана жымиып қойды. Оның бәрі балалардың арқасы. Қария басын шайқады. Жоқ кен, онда кімнің арқасы? Бір ауыз сөздің арқасы. Серік ойланып қалды. Қандай сөз? Қария кесесін үстелге қойды. Кешір. Бөлме іші тына қалды. Қария сөзін жалғады. Мен өмір бойы ел аралап, талай шаңырақты көрдім. Бір үй мұра үшін бұзылды, бір үй жер үшін, бір үй ақша үшін. Бірақ бәрінің түбіне қарасаң, еш қайсысын дүние айырмаған. Онда не айырған? Кешір деген бір ауыз сөздің уақытында айтылмауы. Серік көзін төмен түсірді. Өз өмірі көз алдынан өте шықты. Егер сол күні ас үстінде орнынан тұрып кетпей, анасына, інісіне бір ғана сөз айтқанда, мүмкін сонша жыл жоғалтпас па еді. Сол кезде Әли атасының қасына келіп отырды. Ата, иә балам, мен сізден бірдеңе сұрасам бола ма? Әрине, егер сіз сол күні үндемей кетпегенде, бүгін біз осылай бәріміз бірге отырар ма едік? Серік ұзақ үнсіз қалды. Сосын күлімсіреп, білмеймін балам. Бірақ бір нәрсені анық білемін. Нені? Адам кейде ең үлкен сабақты өз қатесінен алады. Әли ойланып қалды. Сосын атасын құшақтап, онда сіздің қателігіңіз бізге сабақ болған екен. Серік немересін бауырына қысып, көзін жұмды. Дәл сол сәтте оның жүрегіндегі соңғы өкініштің де жоғалып бара жатқанын өзі де сезді. Қыс түскен, түнде қалың қар жауып, таңертең қара шаңырақтың ауласы аппақ көрпеге оранды. Серік әдетінше ерте келді. Қолына күрек алып, ауладағы қарды тазалай бастады. Көп ұзамай Мұрлан да жетті. Аға, ертерек бастап жіберіпсіз ғой. Үйдің жолы жабылып қалмасын дедім. Екеуі үндемей қар күреп жүрді. Біраздан соң Нұрлан күрегін жерге сүйеп, аға, бір нәрсе сұрасам? Сұра, осы қара шаңырақ енді кімдікі болады? Серік күлімсіреді. Бұрынғы Нұрлан болсаң, бұл сұрақтан қорқатын едім. Нұрлан да жымиды. Бұрынғы Нұрлан емеспін. Серік күрегін қойып үйге қарады. Бұл үй ешқашан бір адамның үйі болмайды. Сонда, бұл үй бәріміздің үйіміз. Бірақ заң бойынша, Серік сөзін бөліп жіберді. Заң иесін анықтайды, ал берекесін адамдар анықтайды. Осы кезде Әлия ана сыртқа шықты. Қолында ескі кілт бар. Темірден соғылған салмақты кілт. Балаларым. Екеуі бұрылды. Мына кілтті әкелерің өмір бойы қалтасында алып жүрді. Бұл ненің кілті? Осы үйдің. Әлия ана кілтті Серікке қарай созды. Серік алмады. Жоқ апа. Неге? Бұл кілт жалғыз адамда тұрмауы керек. Ол кілтті алып Нұрланға ұстатты. Нұрлан да басын шайқады. Мен де алмаймын. Гүлмира дәл сол кезде келіп қалды. Маған да бермеңіздер. Үшеуі бір-біріне қарап күліп жіберді. Әлия ана таңырқап, сонда кілт кімде болады? Серік ойланып тұрды да, ешкімде. Қалай? Есікті құптамайық. Аға, рас айтып тұрмын. Нұрлан үйдің есігіне қарады. Сол есік бір кезде ағасының өкпемен тарс жабылып шыққан күні көз алдына келді. Бүгін сол есіктің ешқашан құлыпталмауын естігенде жүрегі жылып сала берді. Әлия ана көз жасын сүртіп, әкелерің осыны естісе, қандай қуанар еді. Серік кілтті ақырын ғана төрдегі сандықтың үстіне қойды. Бұл кілт енді үйде емес. Біздің өткенімізді күзетіп тұрсын. Сыртта қар әлі де баяу жауып тұр еді. Аппақ қар қара жердің барлық ізін жапқандай, бұл отбасының да кешегі өкпе назын, уақыт пен кешірім ақырын жауып келе жатқандай көрінді. Көктем қайта келді. Ауладағы алма ағашы бүршік шарып, қара шаңырақтың іші бұрынғыдан да жайнап кеткен. Сол күні Әлия ана балаларын тағы да жинады. Бұл жолы оның жүзі ерекше байсал деді. Балаларым, бері отырыңдаршы. Серік анасының жүзіне қарап, апа, бір жеріңіз ауырып тұр ма? Әлия ана жымиып басын шайқады. Жоқ балам, бірақ адамның айтатын сөзін ертеңге қалдырмағаны дұрыс. Үй іші тына қалды. Анасы әр баласына кезек-кезек қарап шықты. Менің сендерге айтар соңғы өтінішім бар. Айтыңыз апа. Мен кеткен күні жыламаңдар демеймін.
Адам анасына жылайды. Бірақ мені шығарып салғаннан кейін осы үйдің есігін жауып үнсіз тарап кетпеңдер. Нұрланның көзі жасаурады. Онда не істейміз? Дастархан жаясыңдар. Бәрі таңырқай қарады. Иә, қара шай қойыңдар. Бауырсаға келіңдер. Балаларды қастарына отырғызыңдар. Сосын мен туралы жақсы естеліктерді айтыңдар. Әлия ана терезеден сыртқа көз тастады. Адам өлген соң артында көз жас емес, жақсы сөзі қалғанын қалаймын. Серік анасының қолынан ұстап, апа, мұндай әңгімені қойшы. Жоқ балам, мен сендерге қорқыныш емес, аманат айтып отырмын. Ол төрдегі Қасым ақсақалдың суретіне қарады. Әкең екеуміздің бар байлығымыз сендер болдыңдар. Мал қалмауы мүмкін. Ақша таусылады. Үй ескіреді. Бірақ бауырдың қадірі ескірмесін. Үй үшін үнсіздік басты. Әлия ана орнынан тұрып, қара шаңырақтың есігін ақырын ашты. Сырттан көктемнің жылы самалы еніп, ақ пердені баяу тербетті. Мына есік еш қашан жабылмасын. Біреуің ренжіп кетсеңдер, ол сәл кідірді. Артынан бар қайтарыңдар. Біреуің үндемей қалсаңдар, себебін сұраңдар. Біреуің қиналсаңдар, қалғандарын сүйеу болыңдар. Әлия ананың даусы дірілдей бастады. Сонда ғана біздің өміріміз бос өтпегені. Серік орнынан тұрып, анасын құшақтап алды. Артынша Нұрлан келді. Сосын Гүлмира. Көп ұзамай немерелер де әжелерін айнала құшақтап алды. Әлия ана бәрінің маңдайынан кезек-кезек сүйіп шықты. Міне, менің байлығым осы. Керезенің ар жағында ескі орындыққа көктемнің алғашқы күн сәулесі түсіп тұреді. Бір сәтке бәріне Қасым ақсақал үнсіз отырып, өз отбасына риза көңілмен қарап тұрғандай көрінді. Арада 15 жыл өтті. Қара шаңырақ бұрынғыдан да көркейген. Ескі қоршаудың орнына жаңа қоршау салынған. Алма ағаштары жайқалып өсіп, бұтақтары жеміске толған. Бірақ өзгермеген екі нәрсе бар еді. Бірі ауладағы Қасым ақсақалдың ескі орындығы. Екіншісі осы үйдің есігі. Ол әлі күнге дейін құлыпталмайтын. Бұл күні қара шаңырақ тағы да адамға лық толы. Бірақ бұл жолы дастархан басында отырғандар негізінен немерелер мен шөберелер. Серік пен Нұрланның шашына ақ кірген. Екеуі әкелері отыратын орындықта қатар отыр. Әли қалада қызмет істесе де, әр айдың алғашқы жексенбісінде міндетті түрде ауылға келеді. Қасында өз ұлы Әмір бар. 7 жастағы Әмір аулада жүгіріп жүріп, кенет ескі орындықтың жанына тоқтады. Әке, иә балам, мына орындықты неге ешкім ауыстырмайды? Әли жымиып ұлын жанына отырғызды. Өйткені бұл жай орындық емес. Онда не? Бұл біздің естелігіміз. Әмір ағаштың мүжілген шетіне қолын тигізді. Бірақ ескіріп қалыпты ғой. Иә, онда жаңасын жасайық. Әли басын шайқады. Жаңасын жасау оңай, ал тарихты қайта жасау мүмкін емес. Сол кезде Серік немересінің әңгімесін естіп қалып жанына келді. Әмір, саған бір оқиға айтып берейін. Бала қуанып басын изеді. Көп жыл бұрын осы үйде үлкен реніш болған. Неден? Әли атасына қарап қалды. Бұл сұрақтың жауабын қалай айтарын өзі де ойлап үлгермеген еді. Бірақ Серік күлімсіреп жауап берді. Адамдар бір-бірін тыңдамай қалғандықтан. Сосын не болды? Кейін қайта тыңдай бастады. Сонда бітті ме? Иә. Өйткені бір отбасы болу ешқашан ренжімеу емес. Бір отбасы болу ренжіскенде қайта табысу. Әмір біраз ойланып қалды. Сосын атасының мойнынан құшақтап, онда мен ешқашан сіздермен ұзақ ренжіспеймін. Серік күліп, уәде ме? Уәде. Сол сәтте үйден тамақ дайын деген дауыс шықты. Бәрі дастарханға қарай беттеді. Әмір ең соңында жүгіріп келе жатып, ескі орындыққа тағы бір рет бұрылып қарады. Оған бір сәтке әлгі орындықта ақ сақалды қария күлімсіреп отырғандай көрінді. Ол ештеңе демеді, тек ішінен «Ассалаумағалейкум ата» деп сыбырлады. Самал жел орындықтың арқалығын баяу тербеп өтті. Күн еңкейіп бара жатты. Қара шаңырақтың ауласына алтын түстес күн сәулесі төгіліп тұр. Үлкен дастарханның басына 4 ұрпақ жиналған.
Әлия ана өмірден өткелі де бірнеше жыл болған. Бірақ оның ақ дастарханы әлі күнге дейін осы үйдің төрінде жайылатын. Қасым ақсақалдың ескі орындығы да орнында. Ешкім оны өзгертпеді. Өйткені ол орындық енді жай ғана ағаш емес, осы әулеттің өткенін еске салатын белгіге айналған еді. Дастарханның дәл ортасында үлкен табақ тұр. Сол табаққа қарап отырған Әмір кенет сұрақ қойды. Ата, Серік күлімсіреп бұрылды. Иә, қарағым, ауылдағылар бұрын сендердің әулеттерің бір табақ ет үшін араздасыпты дейді. Ол рас па? Дастархан басы үнсіз қалды. Серік табаққа ұзақ қарады. Сосын немересінің қолынан ұстап, жоқ балам, біз бір табақ ет үшін араздасқан жоқпыз. Онда не үшін? Серік баяу ғана жауап берді. Біз бір-бірімізді тыңдамай қалғанымыз үшін араздастық. Ал табақ ше? Табақ бізге соны кеш түсіндірді. Әмір басын изеді. Сонда бұл табақ жаман емес қой. Серік жымиып жіберді. Жоқ, бұл табақ біздің ең үлкен ұстазымыз болды. Дастархан басында отырғандардың бәрі үнсіз күлді. Сол сәтте Нұрлан үлкен табақты өзіне қарай тартты. Бірақ бірден алмай, қайтадан дастарханның дәл ортасына қойды. Осы жері дұрыс. Неге? Деп сұрады Әли. Өйткені құрмет бір адамға ғана тиесілі болса, реніш тууы мүмкін. Ал береке бәріне ортақ болса ғана көбейеді. Әлия ананың осыдан көп жыл бұрын айтқан сөзі бәрінің есіне түсті. Үйдің берекесі еттің көптігінде емес, дастархан басында бір-біріне жылы қарайтын адамдардың көптігінде. Балалар күліп, үлкендер әңгімесін жалғастырып жатты. Ешкім табақтың кімнің алдына қойылғанына назар аудармады. Өйткені бұл әулет әлде қашан басқа нәрсені түсінген еді. Күн ұясына қонарда Серік орнынан тұрды. Ол қара шаңыраққа, аулада асыр салып жүрген балаларға, әкесінің ескі орындығына бір қарап шықты. Жүрегі тыныш еді. Іштей ғана, әке, апа, аманаттарыңыз орындалды. Енді бұл шаңырақта ешкім жалғыз қалмайды. Самал жел есті. Алма ағашының жапырақтары сыбдыр қақты. Бір сәтке бұл сыбдыр Қасым ақсақалдың баяғыдағы жылы даусында естілді. Бірліктерінен айырылмаңдар. Серік күлімсіреп басын изеді. Уәде. Жылдар бұрын жұрт бір табақ ет үшін бүкіл әулет араздасып кетіпті деп айтатын. Ал жылдар өткен соң, сол ауылдың адамдары басқа әңгіме айтатын болды. Иә, олар бір кезде араздасты. Бірақ оларды қайта табыстырғанда, сол бір табақтың басында айтылған шындық пен кешірім болды. Өйткені бұл әңгіме бір табақ ет туралы емес еді. Бұл әңгіме уақытында айтылмаған сөздің қандай қасірет әкелетінін және уақытында берілген кешірімнің бір әулетті қайта біріктіре алатынын баяндайтын оқиға еді. Дастархандағы ең қымбат ас ет емес. Дастархан басында бір-біріне тілеулес болып отырған отбасы.